Сәлеметсіздер ма? Orange Group проектісінің әріптестері, бүгінгі күні сіздермен кездескеніме өте қуаныштымын. Мен Orange Group проектінің серіктесі боламын. Есімім Толқын Ерғалиева. Ең бірінші біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыздың бастамасы бизнестің ең маңызды жеке тауар айналымының қалай ұйымдастыру керек жөнінде. Бұл жөнінде сіздерге жалғастырмас бұрын қысқаша өзім туралы, өзімнің өмірім туралы, тарихым сіздерге таныстырғым келіп отыр. Мен Ерғалиева Толқын, жасым 46-да. Бүгінгі күні 2 ұлдың анасымын. Отбасымызда 2 сымбатты қызымыз бар, ұрпағымызды жалғастыратын немереміз бар. Және енді өзімнің жан жолдасым осы бірге осындай үлкен отбасы болып өмір сүріп жатырмыз бүгінгі күні. Енді мен өзім туралы айтатын болсам, мен бақытты анамын. 2 ұлымды тәрбиелеп, үйде үй шаруасымен айналысып отырған кезде, әр адам өзінің өмірінде өз өмірін міндеті жайында әр адам өз ойынан саралайды. Мен де сөйтіп осыдан 20 жыл бұрын өзімнің өмірім туралы өте қатты ойланатын болатынмын. Сөйтіп жүрген кезде өзім мынандай ұстаныммен өз өмірім өз қолымда деген тамаша компаниямен 60-тан астам елде жұмыс жасайтын Oriflame Европалық компаниясына жеке кәсіпкер болып жұмыс жасап келе жатқаныма 2004 жылдан бері қарай. Бұл компанияда бұрын біздерде жұмыс жасап бастаған кездерде, міне осындай тамаша ең бірінші бастаған кезеңдеріміздің бірі, мына сіздерде фотомен бөлісетін болсам, біздің кезімізде офис болған жоқ, жай кешкі мектепте 2-3 сағат уақыт бөліп, адамдарымызбен кездесіп, одан кейін кешкі уақытта қалып, өзіміздің сабақтарымызды өтіп, одан кейін біздер бұл сабақтардан бөлек тағы да ары қарай компанияда көптеген семинарлар өтеді. Сол семинарларда тренингтер өтеді. Сол жерлерде үлкен осы компанияның жетістікке жеткен топ лидерлерімен бірге фотоға түсіп, ол адамдардың бизнестегі жетістігін басқа адамдармен бөлісе отырып, осылай біз бизнес жасайтынбыз. Мына фотоларда алатын болсақ, біздің Oriflame компаниясының биік шыңындағы Тамила Владимир Полежаев деген отбасылармен бірге мен конференцияларда фотоға түстім. Одан кейін кездесу мен үшін өте сыйлы болды. Және біздің проектіміздің Orange проектін құрған Алексей Ольга Колтун деген қазіргінде Россия елді мекенінен. Сонымен қатар өзіміздің демеушілеріміз Болат аға Сәуле Қызыловналармен бірге осындай конференцияларда фотоға түсіп, және осы кісілердің жетістігін бөлісіп, бизнес құрған болатынбыз. Енді бұл бизнес оқумен, жаңағыдай өзіміздің іс-әрекетіміз, жасаған жұмысымыз бәрі сол білімнің арқасында болады. Міне бүгінгі таңда мен осы оқуларды оқу үшін өз қалтамыздан ақша төлеп, тамаша халықаралық академия, біздің жүйелі бизнесіміздің сетевой маркетингті, мысалға София и Марк Атластар ашқан Россия бүкіл халықаралық академиясының студенті болып оқыдым. Одан кейін біздің мына Том Шрайтер деген бүкіл аңызға айналған сетевой маркетингті зерттеген керемет әйгілі адамдармен, Кёрк Ректор сияқты, Вадим Балавик сияқты адамдармен оқып, сол кісілерден өте тамаша білім алдым. Енді бұл компанияның арқасында мен деген компанияны құрған Роберт Афьюбниктермен алтын конференцияларда кездесу мүмкіндігі туды. Компанияның 40 жылдық мерейтойында осыдан 10 жыл бұрын мен алтын конференцияда Испанияда Атлант мұхитының жағалауында Тенериф аралында болдым. Сол жерде біздің компанияны құрған Роберт Афьюбникпен кездесіп, ол кісі менің қолымды алып амандасқан кезде, мен өзім компанияның қарапайым директоры болсам, осындай сый құрмет көрсеткеніне мен тағы да қандай компанияда жұмыс жасап жатқаныма тағы да көзім жетті. Енді компанияның арқасында тек қана Испанияда емес, бүкіл Европа елдерін алатын болсақ, Финляндияда болдым мен, Данияда болдым, Швецияда болдым,
Швецияда біздер енді өздеріңіз бүгінгі күні білесіздер, біздің 2009 жылдан бері қарай шығарылған компаниямен бірге жатқан wellness өнімдерін, сол wellness өнімдерін зерттеген медицина ғылыми кандидаты, кардиохирург, трансплантолог Стикстенмен кездестік. Бұл да біздің демеушілеріміздің арқасында болған біздің сол Стикстенмен кездесу. Одан кейін бұл жерде Игелезада американдық Пол Мэтпен кездесу болды. Мына жерде 150 килограммдық жаңағыдай салмақпен Игелезаға келіп, ол жерде Стикстеннің кеңесімен ол кісі жаңағы 60 килограмм салмаққа дейін түсіп, ол Игелезаның шеф-повары, және сол Пол Мэттің қолынан біздер тамақ ішіп, бізді тамақтандырып, одан кейін біздер осы Стикстеннің оқуынан сертификат алып келдік. Және сонымен қатар Стокгольмда Швецияның өзінде ғылыми институты бар, теріні тереңірек зерттейтін. Сол жерде Ален Мавинмен кездесуге де өте сондай үлкен біздер жоғары деңгейде өзімізге мен әсер алдым. Енді былай қарап тұрғанда осының бәрі Oriflame компаниясының арқасында. Енді сіздерге арғарай бүгінгі біздің тақырыбымыз жеке товар айналымын ұйымдастыру. Бұны мысалы күнделікті біздер өзіміз гигиенамызға пайдаланатын өнімдер, косметикалар дүкенін онлайн Oriflame дүкеніне ауыстыру. Енді бұндай сатып алулар өте жасау үшін қарапайым жасауға болады. Ол үшін мысалы біз не істеуіміз керек? Ол үшін біздер бизнестің 3 ірі компоненттерінің бірі болып табылады. Бұл жеке товар айналымын ұйымдастыру. Ол үшін біз 3 принципті орындау керекпіз. Бірінші, тұтынушылар мен серіктестерді шақыру. Өз интернет дүкеніңізді сатып алушыларға толтыру. Одан кейін екінші, білім алу. Бизнестің кәсіпкерлік құпиясын оқып үйрену. Үшінші, күнделікті дүкенді онлайн Oriflame дүкеніне ауыстыру. Яғни жеке товар айналымын Oriflame онлайн дүкенінен сатып алу. Әрі қарай алатын болсақ, егер осы 3 ережені орындайтын болсақ, ұйымдастырудың 3 заңдылығына келеміз. Бірінші енді айтатын болсақ, бұл Orange Group жобасы және онлайн Oriflame дүкеніне тиісінше компанияның барлық мүмкіндіктері туралы айтып, адамдар ағынын ұйымдастыру керекпіз. Енді өзіміздің онлайн оқуымызды жоспарлау керекпіз. Қазіргі таңда 24 сағат тәулігіне біздің онлайн оқуымыз жүріп тұрады жазбасы. Егер де сіз мысалы үйде отырып өзіңізге ыңғайлы уақытта өзіңіз жоспарласаңыз, сол уақытта оқып үйрене аласыз. Бұрын біздер бизнесті бастаған кезде, бана айтып кеттім, бізде офиста болған жоқ, кешкі уақытта адамдармен кездесіп оқитын болдық. Мысалға, әр отбасы кешкі сағат 6:30-да кешкі асты беруіміз керекпіз, әйел адам болғасын жерде. Бірақ біздер сол уақытты бұрын арнайы мектепке барып қатысып оқып үйренетін болдық. Ал енді қазіргі жұмыс жасайтын кеңесшілерге, біздің бизнес серіктестерге өте жеңіл, үйіңізде отырып, бала шағаңыздың қасында өзіңіздің тиімді уақытыңызда осының бәрін оқып үйренуіңізге болады. Енді бұның бәрін ұйымдастыру жеке товар айналымын, тек ол сіздің жеке товар айналымыңыздан тұрмайды. Бұл жерде бизнес құрғымыз келсе, біздер топ товар айналымын ұйымдастыру керекпіз. Бұндай топ товар айналымын ұйымдастырған кезде компания бізге ең бірінші беретін мүмкіндігі біз өнімді 20%-ға жеңілдікпен алу. Одан кейін біздің өніміміз жоғарғы сапалы табиғи өнім болып табылады. Қазіргінде біздің өнімдеріміздің өзі 1,5 жуық ауқымнан тұрады өнімдер. Оның бәрі енді адамның тырнағының ұшынан шашының ұшына дейінгі күтім. Күнделікті біздің пайдаланатын тамақтан кейінгі тұрған өнімдердің бірі болып табылады. Енді бұл жерде бізге компания әртүрлі мүмкіндіктер беріп жатыр. Мысалы, эстетикалық, өнерлік косметология дағдылары бойынша өзіңізді күнбе-күн жап-жас болып, әдемі болуға жаңағыдай біздер өнімдерін қолдана аламыз. Одан кейін түрлі бізге ынталандыру бағдарламалары болады. Компанияның акциялары, сыйлықтары, соған қатысып әртүрлі сыйлықтарға, акцияларға ие болуға болады. Одан кейін біздің компания, мысалы, сіз егер де дисконт оформить еткен болсаңыз, мысалы, дисконтты тұрақты пайдалана аласыз. Егер сіз Orange Group проектісінің серіктесі болсаңыз, 3 сенімді серіктес орныңызды ешқашанда жоғалтпайсыз. Және біздің өзіміздің оқуға деген іскерлігімізді онлайн жүйесінде қол жеткізу мүмкіндігі. Міне осындай мүмкіндікті, мысалы айталық, жеке товар айналымы бізде 150 балл бонустан құралады.
Ол біздің 28.000 теңгенің саудасы, 150 балл бонус деп отқанымыз. Компания бізге 30%-ға дейін үнем береді. Және премьер клуб мүшесі болуға. Яғни премьер клуб мүшесі болу дегеніміз, ол қосымша 50%-ық жеңілдік алу кез келген өзіңіздің қалаған өніміңізге. Мысалы, мен өзім 150 балдан біздер енді артық жасаймыз. Әр каталог сайын бізде тиімді үнемді пайдаланғымыз келеді. Сондықтан мен өзіме wellness продукцияларын 50%-ға аламын. Одан кейін, мысалы, профи клуб мүшесі болғасын жерде Orange Group жобасында бизнестің жедел түрде өсіруге арнайы оқуға қатысу мүмкіндігі бар. Егер де сіз, мысалы, 150 балл жасап жүрсеңіз, яғни сіз Orange Group проектісінің жобасы бойынша ары қарай оқып үйренуге сізге мүмкіндік. Сосын енді бұл жерде сіз көшбасшылық жолда болғасын жерде, егер де топ товар айналымын ұйымдастыратын болсаң, сізге жаңағы бизнесте кәсіби түрде өсу керек болады. Бұл жерде, мысалы, кәсіби түрде өсу дегеніміз, мысалы, бизнестің мағынасы бұл жерде топтың товар айналымын ұйымдастыру. Яғни, мысалы, айталық, директор болу үшін бізге 7,5 балл бонус салмағында товар айналымын ұйымдастыратын болсақ, бізге мысалға 7,5 балл бонус деген 2000 теңгенің аумағындағы сауда. Онда 2000 теңгенің аумағындағы саудан жасау үшін бізге жоқ дегенде 1000 адамның товар айналымын ұйымдастыру керек. Немесе 25 балл, 5000-6000 теңгенің саудасында сізге 300 адамның ұйымдастыру керек. 75 балл болатын болса, онда сізге 100 адам. Бірақ егер де сіз 150 балл бонус жеке товар айналымын ұйымдастыратын серіктестерді құратын болсаңыз, сізге бар болғаны 50 адамдай құруға болады. Мен бұл жерде сіздерге мысалға 15%-ық менеджерді келтіріп отырмын. 3000 балл бонус. Бұл неге? Қазіргі күнде компания Oriflame 3-ші жыл менеджерлік конференциялар ұйымдастырып жатыр. Бұрын біз бастағанда ондай жеңілдіктер, мүмкіндіктер болған жоқ. Былай қарап тұрғанда, сіз бұл жерде тек қана менеджер болып, биыл мысалы Болгарияға бара аласыз. Қазіргі күнде соған жүріп жатырған біздерде акция мүмкіндіктері бар. Бұл жерде 6 балл бонус, бағанағыдай айтқанда 2000 теңгенің аумағында сауда жасау үшін сізге 500 адам керек. Егер де 20 балл саудасын жасайтын болсаңыз, онда бізге 150 адам керек. Ал енді 60 балл бонус болатын болса, 50 адамдай керек. Ал енді 150 балл бонустан орындататын болсаңыз, бар болғаны 20 адамды ұйымдастыру. Енді біздің жаңағыдай айтып кететін болсақ, біздің бизнес қайталау. Егер де сіз өзіңіз жасайтын болсаңыз, Orange Group проектісінде сабақ оқитын болсаңыз, сол мүмкіндікті пайдаланып, өзіңіздің жеке товар айналымыңызды ұйымдастыратын болсаңыз, және топ товар айналымын ұйымдастыруға серіктестер шақыратын болсаңыз, сіздің бизнесіңіз әр уақытта сіздің жасағаныңызды сіздің серіктесіңіз қайталап отырады. Енді егер де біз 150 балл бонустан жеке товар айналымымыз төмен болса, компания бізді адал тұтынушы деп қабылдайды. Ал егер де 150 балл бонустан жоғары болса, онда компания бізді болашақ әлеуетті бизнес серіктес деп қарайды. Мына таблицаны алатын болсақ, бұл таблицада каталог саны, одан кейін адам саны тұр, каталогтың жеке товар айналымы, топ товар айналымы және сіздің көретін пайызыңыз, кірісіңіз, заказ құны және пайда сыйақы. Бұл жерде айтатын болсақ, егер де сіз мысалға өзіңіз 150 жасап және 3%-дан 4000 теңгедей кіріс кіреді сізге. Сіздің 22800 теңгеге сауда жасаған болсаңыз, сізге жеңілдік 18800 теңге жаңа көретін пайдаңыз. Менің өзімнің демеушілерім маған былай түсіндірді. Егер де сен өзіңе серіктес ұйымдастыратын болсаң, онда сенің өзіңнің жеке товар айналымы өте жақсы жеңілдік болады деді. Сол себепті мен адамдарымды серіктес қылуға шақырған кезде осындай маған жеңілдіктер болды. Сол мен үшін өте жақсы мүмкіндік берді. Енді мына жерде біз айтатын болсақ, егер де сіз өзіңіз 3 адам шақыратын болсаңыз, онда 450 балл, 6%, 6800 сізге жеңілдік, 22800-ден 6800-ді алған жағдайда сізге 16000 теңге пайда. Одан кейін егер де сіз 7 адам шақырсаңыз, 1050 балл бонуспен өзіңіздің жеке товар айналымыңызды айтпағанда, топ товар айналымы сізге 9% мүмкіндік береді менеджерлік. Бұл жерде сізге кіріс 13600 теңгедей, 22800-ден алған жағдайда сізге 9200 үнем.
пайда. Егер де мысалға 15 адам шақырған болсаңыз, өзіңіздің ұжымыңызға топ тауар айналымын құруға 12%-лық менеджер боласыз. Сізге 20.400 теңгедей жеңілдік болады. Ары қарай сізге 2.400 теңгедей жеңілдік. Себебі бұл жерде ары қарай сізге табыс көзі шығып отырады. Енді айта берсек, бұндай мүмкіндік мына жерде 15%-лық менеджер 4.500 жаңа топ товар айналымы болатын болса, балбонус 40.800 теңгедей сізге табыс көзі шығады. Сізге 18.000 теңге пайда. 22.800 теңгеден заказыңыздың ақшасын есептеп алып тастаған кезде. Одан кейін сізде егер де 60 адамнан топ товар айналымы құрылатын болса, сізге 150 балбонустан бөлек 9.000 балбонус 22% құрады. Бұл жерде сізге компаниядан 150.000 теңге табыс көзі кіреді. Сіз 127.200 теңгедей үнем пайдалы боласыз, ақшалы боласыз. 22.800 теңге өзіңіздің товар айналымыңыздан алғанда. Бұл жерде уже сізге аға менеджер деген деңгейден бастап директор атағын алған кезде сыйақы $1000. Ары қарай егер де сіз өзіңіздің ізіңізден бір директор шығарған болсаңыз, бір аға менеджер, сіз аға директор боласыз. Бұл жерде сізге компаниядан $1.500 сыйақы, жалақыңыз 249.200 теңге болады. Алтын директор болған кезде сіздің жалақыңыз 399.200 теңге болады. Сыйақыңыз $2000. Ал енді жоғары алтын директор болатын болсаңыз, сізге 657.200 теңгедей және $3000 сыйақы болады. Осының бәрі бар болғаны біздер жарты жылдың ішінде сіз өзіңіздің жеке товар айналымыңызды 150 балбонусыңызды орындап отырсаңыз, сіз бар болған 205.200 теңгедей ақша жұмсайды екеніңіз. Ал енді алатын ақшаңыз сіздің осы жарты жылдың ішінде 1.394.400 теңгедей ақша. Егер де осы қарқынмен ары қарай жұмыс жасайтын болсақ, барлығы 9 айда біздер 300.000 теңге ақша жұмсайды екенбіз өзіміздің жеке товар айналымымызға. Ал енді алатын ақшамыз бұл компаниядан 5.729.600 теңге болады екен. Және біздің сыйақымыз $7.500 құрайды. Барлығын алғанда, сонда біздер барлық табатын табысымыз 8.219.800 теңгедей. Біз 9 айдың ішінде, былай қарап тұрғанда, 1 жылдың ішінде осындай үлкен табыс көзіне жетуге болады. Енді бұндай табыс көзіне жету үшін былай қарап тұрғанда, біздер ары қарай, мысалы, мен қалай жұмыс жасаймын? Жеке товар айналымын жасау үшін мен өзім бьюти сессияға шақырам, бет күтіміне. Қазіргі күнде біздің тамаша Oriflame компаниясында мынандай Novage сериялар шықты. Бұл Novage серияларын алатын болсақ, клиникалық түрде бүгінгі күні зерттелген өнімдер болып есептелінеді. Сондықтан егер де сіздің клиенттеріңіз бұл өнімдерді алып пайдаланатын болса, 3 айдың ішінде нәтижесіне ие болады. Егер де бұл өнімдерді набор жиынтығы күйінде алатын болса, алып отырған тұтынушы да немесе сіздің серіктесіңіз де 90 күн пайдаланатын болса, ол адамға өте үнемді баға болып есептелінеді. Енді бұл жерде 25 жастан жоғары, 35-тен жоғары, 40-тан жоғары, 50-ден жоғары жаңағы жиынтықтар бар да, набор жиынтығы. Енді бұдан бөлек мысалға алатын болсақ, бізде орташа табысты адамдар бар. Егер де мысалы Novage сериясы кейбір қалталы біздің қаражатымызға байланысты ала алмайтын біздің тұтынушыларымыз болса, онда ол адамдарға бізде компанияда жаңа айтып кеттім басында 1.500 өнім бар деп, сол 1.500 өнімнің ішінде бізде оптимал сериялары бар. Орташа табысты адамдарға шиповник, тағы да басқа осындай өнімдерді біздерге пайдалануға болады. Жаңағыдай себебі бұл біздің қалтамыздағы ақшамызға қатты көп жаңағыдай қымбатқа соқпайды, себебі арзан. Енді былай айтқанда, бүгінгі күні мен өзім ең бірінші сіздерге айтатыным, біз өзімізден бастауымыз керекпіз. Себебі бүгінгі күні адам заман талабына лайықтап даму үшін өзінің шеберлерінен білім алып, онлайн жүйесінде өз-өзін дамытып, жұмыс жасау керек. Мен қазіргі күнде өзім осылай жұмыс жасап жатырмын. Сізге де сондай кеңес беремін. Енді әр жетістік қадамында
әртүрлі бізге өмірге жаңа сынақтар болады. Мысал айталық, өмірде біз өзгерте алмайтын әртүрлі жағдайлар болады. Бұл бизнесті жасап қиындықтарды жеңе алмай, мысалы өздерінің армандарынан бас тартып, орта жолда жаңағы жұмыстарын жасай алмай бизнестен кеткен адамдар да болды менің командамда. Сондықтан бұл өмір болғасын жерде, бағана айттым сіздерге, менің өмірімде жақсы көретін адамым да өмірден өткен кезеңдер болды. Осындай сәттерде өте шарасыз қалде қаласың. Бірақ болған жағдайды ешқашан біз өзгерте алмаймыз. Ол үшін, яғни не істеуіміз керек? Сәтсіздіктерден сабақ алып, жақсылық көрсем өзімнен, жамандық көрсем өзімнен, тағдыр қылды дегенді шығарамын сөзімнен деп, мен өз өміріме жауапкершілік алғаннан бастап, өз көңіл күйімді, жүрегімдегі сенімділігімді арттырып, даму жолында, өрлеу жолында өзімді ары қарай дамытып келемін. Енді мақсатқа жету үшін өзін дамыта білген адамға алынбайтын асу, берілмейтін белес болмайды. Өйткені өткен күн ұмытылған тарих, болашақ әлі ашылмаған келер шақ. Ал енді бүгінгі шақ ол осы үлкен сыйлық болып табылады. Біздің даналарымыз айтқандай, қанша тырыссақ та біз өткен күнді қайтып келтіре алмаймыз. Сондықтан да сіздерге айтатыным, болашақ әлі белгісіз. Бізге берілген үлкен мүмкіндік ол бүгінгі осы шақ. Сондықтан болашағымыздың қуаныш пен бақытқа толы болғанын қаласаңыз, мен сізге бүгіннен бастап өткеннен сабақ ала отырып, іске кірісіңіз, оқыңыз, ізденіңіз, дамытыңыз өзіңізді, өз бақытыңыз өз қолыңызда деп шақырамын. Егер де шешім қабылдасаңыз, біз сіздерге үйретеміз, біздің демеушілеріміз сіздерді қай уақытта үйретеді. Ары қарай өзіңізді дамытып, тек қана алға деп жұмыс жасау керекпіз. Енді сіздерге бүгінгі күні мені зейіндеріңізді қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет айтамын. Осындай біздің Алға Orange Group проектісінде осындай сабақтардан қай уақытта да білім алып, тек қана бар болғаны күніне 1 сағат уақыттарыңызды жұмсап, ары қарай өзіңізді оқытыңыз, дамытыңыз дегім келеді. Сіздерге көп рахмет мені тыңдағандарыңызға. Келесі кездескенше сау болыңыздар.